Қайырлы күн әріптестер. Қарағанды облысы Шахтинск қаласы білім бөлімінің Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейі Шебелер қаласы атты элективті және кәсіптік бағдарланған арнайы курстың бағдарламасы көркем еңбек пәні мұғалімі Әлханов Дәурен Нұрланұлы. Жалпы әріптестер, бағдарламаның құрылымы туралы айтып кетемін. Бар естіліп тұр ма менде? Естіліп тұр, айта беріңіз. Бағдарламаның құрылымы туралы айтып кетемін. Бағдарлама бойынша мақсаты берілген білім алушылардың өздігінен еңбек етуге дайындау, өру тоқу өнерінің, қазақтың ұлттық бұйымдарын, ұлттық қолөнер түрлерін мәні мен мазмұнын түсіндіре отыра шығармашылық ой қиялдарын дамыту. Ұл балаларға ұлттық бағытта тәрбие беріп, ата-бабамыздан қалған көне мұраны заманауи IT саласымен өнермен ұштастыру. Жалпы әріптестер, міндеттері берілген. Қазақтың ұлттық қолөнердің шығу тарихы мен салт дәстүрін туралы мағлұмат беру, білім алушыларға ұлттық бұйымдардың заманауи үлгіде жасау үйрету, қолөнер арқылы дүниеге келген көркем шығармаларды дайындау, дайындалған бұйымдарды дизайн мен сәндік қолданбалы өнердің талаптарына сай сәндей білуге баулу, көркем туындыларды бағалауға үйрету, әсемдікке тәрбиелеу арқылы эстетикалық сезімге баулу, ата-баба мұрасын қастерлеу. Құрметті әріптестер, өз бағдарламамның жалпы негізгі ерекшеліктері бар. Сол бағдарлама бойынша біздің пәнде үйірме сабақтары бар. Үйірме сабақтары шегені және жіпті қолданып, өру және тоқу жұмыстарын үйреніп, жүйелі түрде игеруде танымдық көркем шығармашылық сәндік кескіндемелер жасау әрекеті қарастырудан тұратын іскерлік дағдыларды арттырып, сәндік кескіндемені, яғни шегені ағашқа қағып, жіпті өру, тоқу арқылы түрлі ұлттық бұйымдарды қазіргі заман талаптарына сай дайындап, сәндік кескіндемелер мен түрлі жобалар дайындауға арналған ата-бабамыздан қалған көне мұраны астау, тостағандарды заманауи үлгіде дайындау. IT саласында CorelDRAW бағдарламасын қолданып, чпу, фрезерлі, гравюрлі, білдекті түрлі бұйымдар дайындау. Жалпы әріптестер, келесі беттен жалпы кәсіптік білім беру мақсатында қолданылатын оқыту әдістемелері. Жалпы әріптестер, біздің пән бойынша білесіздер, неше түрлі мамандықтармен тығыз байланысты, яғни пәнаралық байланыстар бар. Ерте бастан бастап кәсіптік білімге баулый отырып, қолөнер дағдысын дамыту, зертханалық әдістер, диагностика, іскерлік тәжірибе, токырлық білдек пен чпу, фрезерлі, гравюрлі білдекті құрылысын зерттеу және қолдану, CorelDRAW эскиздер салуға арналған бағдарламасын оқытуда түрлі ақпараттық технологиялардың көздерін пайдалану, сабақ, көрініс, жоба қорғау, көрме және жеке шығармашылық есептер. Көркем технологиясын игеруге үйренетін кәсіптік мамандық, ол біздің пәнде оюшы, автослесарь, құрылысшы, токар, металлург деген сияқты мамандықтар осылармен байланысты кәсіптік біліммен. Күтілетін жалпы нәтижесі, әріптестер, егер бұл бағдарлама іске асар болса, Шебелер қаласы бағдарламасы көркем еңбек пәнін қызықты әрі әсерлі етіп өткізуге мүмкіндік береді. Әсіресе белсенді оқыту технологияларын, ғылыми зерттеу жұмыстарын, эстетикалық қабілеттерін дамытып, заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттырады. Білім алушылардың Шебелер қаласы пәніне қызығушылығы ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып, тапсырмалар мен тәжірибелер арқылы дамиды. Сонымен қатар төмендегі нәтижелерге қол жеткізеді. Жалпы сызба құралдары мен бұйымдардың технологиялық кескін карталарын жасайды, қолданып үйренеді.
шегені ағашқа қағып сәндік кескіндемелер дайындау арқылы қызығушылықтарын арттырып, заман талаптарына сай сәндік бұйымдар жасайды. IT саласында Coral Drive бағдарламасын қолданып, бұйымдардың үш өлшемді аксонометриялық проекциясын тұрғызады. Сызбаларды бағдарламада жасай алады. Фрезерлі гравюрлі білдекте программалау арқылы қолданып ағаштан бұйымдар жасай алады. Күбі жасау, астау дайындау технологиясы меңгеріп, қолдың екпілігін дамытады. Жалпы шығармашылық жобалар қорғайды, жасайды. Әртүрлі көрмелерге, сайыстарға қатысып, жүлделі орындар алады, үйренеді. Ұлттық қолөнерімізді дамытып, бұйымның заманауи үлгілерін дайындайды. Құрметті әріптестер, енді бағдарламаның жалпы мазмұны туралы айтып кетейін. Шеберлер қаласы 34 сағатқа арналған, аптасына бір рет 9 сыныптарға арналған. Кіріспе бөлімі 4 сағат берілген. Өру тоқу өнері, қолөнерде алатын орны, сәндік кескіндеменің дайындалу тәсілдері, жалпы ізденіс жұмыстары деп білсеңіздер болады. Сонымен қатар екінші бөлімде өру тоқу өнері, өру тоқу өнерін атқаратын қызметі, функционалық маңыздысы, тарихи даму, жалпы үлгілері. Енді үлгілері деп берілген, бұл жерде 6 сағат берілген. Шегені қағу жұмыстары өте уақытты көп талап етеді, әріптестер, оны білесіздер негізінде. Жалпы ең керектісі жалпы түстер үйлесімділігі және колорит. Спектр, колорит. Спектр колорит деп алған себебін білесіздер. Енді әріптестер, кез келген сурет салу барысында біз түстік шешімді табуымыз керек, иә? Сол түстік шешімді табу үшін бізге бірінші осы затты түстік шешімді талдауымыз керек, ізденуіміз керек. Енді келесі бөлімде қазақтың ұлттық бұйымдары 18 сағат берілген. 3-ші тоқсанда бұл жерде енді ең ұзақ тоқсан және ең күрделі жұмыстардың бірі болып табылады. Сүйектердің түрлері және бұйымның дайындалу ерекшелік теориялық мәліметтер беріледі. Сонымен қатар Coral Drive бағдарламасы арқылы эскиздер салады. 3D фрезерлі гравюрлі білдекте жұмыстарды ұйымдастырады. Сонымен қатар тағы да бір негізгі кезеңдер ғой, тоже астау дайындау, астаудың шығу тарихы. Бұл туралы мағлұматтар беріледі теориялық бөлімде және практикалық бөлімдері бар бұл жерде. Шығармашылық жоба қорғайды, бұйым дайындалу жобасын көрсетеді, қорытынды жасайды, жалпы осы үлгіде. Енді құрметті әріптестер, осы бағдарлама бойынша мен қазір дидактикалық материалдан ұсыным сіздерге ұсынамын. Кейіннен қазір бейне жазбалар бар, сол бейне жазбалар тамашалайтын боламыз. Әзірге тапсырмалар жиынтығын сіздерге айтып кетейін. Енді қазіргі таңда көркем еңбек сабақтарында бізде материалдар, жалпы қарап отсаңыздар, ақпараттық технологияларда материалдар өте аз негізінде, былай қарап отсаңыздар, ол балаларға особенно. Сол себепті бұл бағдарламада негізі көбінесе YouTube бағдарламасын қолдану, жаңағыда Coral Drive бағдарламасын қолдану деген сияқты дүниелерді қосылды. Дидактикалық тапсырмаға тоқталайық. Сәндік кескіндемені дайындау. Жалпы үлгісі, сурет үлгісі бар. Үлгі бойынша шегені және жіпті қолданып сәндік кескіндеме дайындаңыз деген тапсырма. Енді мақсаты берілген: сәндік кескіндеменің ұлттық нақышта дайындалуы, қалыптастырушы бағалау, тілдік бағалау, мақсаты ұйымдастырылған әдісті бекіту, керекті құрал жабдықтар ол бізде тақтайша, шеге, балға, түрлі түсті жіптер. Сонымен қатар дескриптор берілген. Дескриптор бойынша балаларды бағалаймыз. Кеттік ары қарата. Келесі тапсырмада тақырып бойынша шегеліге жіпті өру, тоқу жұмыстары, шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар дайындау үдерісіне қазақтың ұлттық мәдени элементтерін пайдалану, сәндік кескіндемені дайындау. Назарларыңызға дайындалып жатқан жұмыстың кезеңдері, яғни жұмыстың сәттері. Келесі кезекте тапсырма әр бөлімнен шағын алған себеп өзінде де біраз тапсырма жиынтығы жиналды. Сүйектен бұйым дайындау, жауырынға сурет салу. Стильді жауырындар әдісі деп қойылды.
қойдым негізі. Жауырынға көне тас жазуларына ұқсас суреттер ойлап тауып салыңыз. Бор машинаны қолданып ойыңыз. Қауіпсіздікті сақтаңыз. Мақсаты жауырынға стильденген заманауи суреттер салу. Қалыптастырушы бағалау жүреді. Мақсаты және дискриптілері бар. Енді бұл бойынша бір жұмысты назарларыңызға ұсынып көреймін. Мінекей әріптестер, мынау жауырынға көне тас үлгісіне ұқсас суреттер салынған жұмыс. Балалардың шығармашылық жұмыстарының көрінісі. Ары қаратай өтейік. Келесі тапсырма енді бәрімізге мәлім, қазіргі таңда әріптестер оқу әдістемелігінің орталығын ұйымдастырумен жалпы сол сайтта 70-ші бұйрық бойынша кабинеттің жабдықталу туралы бұйрық бар. Сол бұйрық бойынша біздің мектебімізге Шахтинск қаласына осындай дүниелер келді. Балалармен осындай жұмыс атқарып жатырмыз. Тостаған дайындау және сармандық жұмысы, мақсаты берілген, бағалау критерийлері, практикалық жұмысы, қажетті материалдар көрсетілген. Құрметті әріптестер, келесі не? Ол негізгісі де IT саласымен байланысты болғандықтан тақырып 3D фрезерлі гравюрлі білдекті сарамандық жұмыс, білдекті Corel Drive бағдарламасын орындалған суреттер жүктеу, бұйым дайындаманы бекіту, білдек жұмысын ұйымдастыру. Бұл тақырып бойынша. Жалпы мақсаты Corel Drive бағдарламасын дайындалған суреттерді білдекке жүктеуді үйренеді балалар. Күрделі ою-өрнек элементтерін программада орындай алады. Дайындаманы бекіту және білдектің жұмысын ұйымдастыру дағдыларын дамыту, бағалау критерийлері көрсетілген. Енді әріптестер, осы үлгіде жалпы балалардың ЧПУ фрезерлі гравюрлі білдекті программалау жұмыстарынан көрініс. Мына жерде балалардың ұйымдастыру кезеңдері көрсетілген. Балалар жаңағында Corel Drive программасында суреттерін дайындап жатыр. Мысалға, мынау 3D фрезерлі гравюрлі білдек дейді. ЧПУ қазіргі заман талабына сай 3D станоктың депсендері болады негізі. 3D станок, осы станоктың 3 моторчигі болады. 3 моторчик бойынша, 3 ось бойынша балалар программалау жүргізеді. Яғни бірінші суретті салады программада. Ол суретті салғаннан кейін осы ноутбук арқылы осы неге жүктейді. Жүктелген суретті әріптестер, жүктелген суретті ағашқа керекті формасын ойып дайындап беретін арнайы фрезерный гравюрлі білдек. Ал енді құрметті әріптестер, біздің бүгінгі шеберлік сабағымыздың жалпы сілтемесін сіздерге көрсетіп отырмын. Қазір мен бейне жазбаны қояйын. Сол бейне жазбада әріптестер, біздің пәнде білесіздер, 30 минутта, 40 минутта жасалатын жұмыстар емес. Күрделі жұмыс болғандықтан мен арнайы сіздерге арнап QR код дайындадым және YouTube-қа сілтемесін дайындап қойдым. Осы бойынша қазір бейне жазбаны қоям. Бұл өру тоқу жұмыстары, сәндік кескіндеме дайындау жұмысы. Экран көрінді ме, әріптестер? Көрінді. Көрініп шығып жатыр. Сәндік кескіндеме дайындау жүргізуге тақтайшаға арнайы сурет салынады. Осы үлгіде сурет салынғаннан кейін шегемен қағу жұмыстары жүргізіледі. Енді шегемен қағу жұмыстары әрине бір күндік жұмыс емес, біраз уақытты талап етеді. Сонымен қатар дайын жұмысы, осы үлгіде дайын жұмыс қадағалап ұсынамыз. Енді жалғастырылып жатқан, яғни басталып жатқан жұмыс міне ұлттық нақышта құрастырылған суреттер. Жалпы
bölüm және толық жері пән кескіндемені жалғастырып, осы жұмысты жалғастырып. Evet, sakın iş ediyorum. Hadi. Evet. Üçme kalası mı? Evet. Geliyor, geliyor. Al yap. Hı. Tamam, bitti. Tamam. Балаганды мақсатта нәтиже есеп үшін емес, игілікке жасалатын мекен. Қандай жұмыс таңдасаң да. Барлығы негізі түсінікті деп ойлаймын, әріптестер, иә. Сәндік кескіндеменің үлгісін бейне жазбасын сіздерге қойдым. Негізі QR кодпен алып көрулеріңізге болады. Келесі кезеңге өтейік, құрметті әріптестер. Жұмыстың негізгі көріністері. Қосымша материалдар ұлттық құндылықтарға бағытталған сәндік бұйымдар үлгілері ұсынылады. Жаңағына көрсетіп кеткендей сүйектен жасалған жұмыстар. Әріптестер, аудиоларын сөндіріңіздерші. Уақытымыз шектеулі, сол себепті аудионы сөндіріп бірімізге кедергі болмайық, әріптестер. Қосымша материалдар үлгісі ұсынылды. Ұлттық құндылыққа бағытталған сәндік бұйымдардың үлгісі ұсынылады сіздерге. Жалпынан сүйекпен жұмыстар міне. Сонымен қатар өрі тоқу жұмыстары, балалардың шығармашылық идеялары. Сонымен қатар әріптестер, келесі шығармашылық кезеңдерден көрініс, ағашты дайындау, жалпы дайындау жұмыстары. Мына кезде жұмыстың ұйымдастыру кезеңі, жалпы шегелерді қағу, оны өру кезеңдерінен көрініс. Материалдық техникалық базаны қолдану, ЧПУ, фрезерлі, гравюрлі білдекті, ағашты өңдейтін токарлық білдекті және лазерлі білдекті заманауи технологияларды қолдану арқылы оқушылардың қызығушылықтарын ояту. Бұл кезде жаңағындай ЧПУ-ды қолданып жатыр және токарлық, ағаш жонатын токарлық білдекті қолданып жатыр. Осындай астаудың үлгілерін дайындалып жатыр қазіргі таңда. Келесі слайд, уақытымыз шектеулі, әріптестер, талдауды мен сіздерге оқымай-ақ қояйын. Білім алушылардың жетістіктерін тоқталайық. Біздің оқушылардың жалпы қазіргі таңдағы үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Осы кезеңдер бойынша балалардың жетістіктері, дипломдары, облыстық, республикалық деңгейдегі көріністері. Алда айтуым керек енді.
Заманауи жабдықтар мен цифрлық құралдарды білім беру процесінде қолдану оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыруды, оқушылардың зерттеушілік қабілетін дамытуға ықпал етеді. Фрезерлі гравюрлі білдек арқылы көркем еңбек пәніндегі күрделі шығармашылық ұғымдарды түсіндіру жеңілдейді, әріптестер. Corel Draw және Compass 3D платформалары оқушылардың қызығушылықтарын арттыруға бағытталған. Жалпы сонымен қатар, әріптестер, 9 сынып оқушысы Елухан Нұргелді зерттеу жұмысымен айналысып, ұлы өнертапқышқа алғашқы қадам атты 20 мың айына байқауының облыстық және республикалық кезеңдерінің жеңімпазы. Оқушы өз бетімен жұмысын жасап, жобасын қорғады. Сонымен қатар білім алушылар 52-ші және 54-ші шағын ғылым академиясының ұйымдастыруымен өткен ғылыми жобалар жұмыстарының жеңімпаздары, Сарыарқа дарыны қосымша білім беретін орталығының ұйымдастыруымен өтетін туған соқықтар, бояулар құпиясы, бизнес жобалар, алтын қазына деген шығармашылық сайыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүр. Әріптестермен қорытындыға өтуім керек, уақытымыз аяқталып барады. 2024-2025 оқу жылында Шеберлер қаласы элективті кәсіп бағдарлаған арнайы курс атты бағдарламасы мен оқушы дәптері 9 сыныптарға қолданылды. Бағдарламаның білім алушыларға әсері жыл бойы зерттеліп келді. Оқушылардың сауалнама алынды, шығармашылық тапсырмалар мен әртүрлі форматта беріліп, нәтижесі тыңдалды. Бағдарлама білім алушылардың шығармашылық жетістіктерін арттыруға оң әсерін етті. Зерттеулер білім алушылардың теориялық және практикалық материалдарды меңгеру деңгейінің жоғарылығын, сонымен қатар практикалық тапсырмаларды орындау қабілетінің жоғары деңгейін көрсетті. Білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын интерактивті әдістері, заманауи цифрлық құралдары, мысалы ЧПУ, фрезерлі гравюрлік білдек, қозғалтқыш шағын моторлар, датчиктер және тағы басқа зерттеу жұмыстары қолдану нәтижесінде артты. Шығармашылық тапсырмалар өмірмен байланысты толық болғандықтан, уәжі төмен оқушының сабаққа тартылғаны байқалды, әріптестер. Білім алушылардың ақпараттық технологияларды қолдану барысында белсенділік көрсеткендері байқалды. Биылғы оқу жылында аталған бағдарлама жоспарға енгізіліп, қолданыста жүр. Сабақта қолданылған заманауи білдектерді қолдану аясында балаларға оң әсерін берді деп есептеймін, құрметті әріптестер. Сонымен қатар өз сөзімді ою-өрнек ағаш шебері қазақтың келешегі, бүгінгі және ертеңі деп айтып кеткен Бауыржан Момышұлы ағамыз. Бүгінгі шеберлік сағатымды мен сіздермен бірге аяқтаймын. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге мен дайынмын. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса, 2-3 минут уақытымыз бар. Сұрақтарыңыз, кері байланыстарыңыз, әріптестер. Сұрақтарыңыз болмаса, жалпы қорытындысын тыңдадыңыздар. Барлықтарыңызға шығармашылық табыстар тілеймін. Жалпы осы үлгідегі жұмыстарды істейсіздер деп ойлаймын. Барлығымыз еңбектенеміз, балалар үшін жанталасамыз. Негізгі элементтерді мен сіздерге көрсетіп айтып кеттім. Шеберлік сағатымда сіздерге бейнежазбаларымды көрсеттім сіздерге. Барлықтарыңызға рахмет айтамын. Сау болыңыздар, әріптестер. Рахмет сізге, керемет жұмыстарыңыз. Шығармашылық табыстар тілейміз. Саламатсыздар ма баршаларыңызға? Саламатсыздар. Көп рахмет сіздерге. Рахмет сізге, Дәурен Нұрланович. Көп рахмет, жақсы.
Шығармашылық Иә, табыстар Дәурен тілеймін. Нұрланұлы Дәурен, рахмет. Еңбегіңізге жеміс. Еңбегіміз бағалы болсын енді. Әмин, Көп рахмет. жасаңыз. Рахмет сіздерге. Тағы да айтатындар болса, рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Көп рахмет. Амандық болсын. Sağ olunuzdur. Сау болыңыздар.